20 жылдық болып жатыр. Содан бері мен Калифорнияда тұрып келе жатырмын жігіттер. Болашақта математика, физика пәндері керек болмауы мүмкін. Баяғыда 4 жыл оқып мамандық үйрену деген жоқ қазір. Енді Головкин жаңағы бізге қарап бір қолын көтергенде бізде қандай сезім болды да деп отыр. Қайырлы күн, құрметті достар, құрметті желі қолданушылар, біздің тұрақты көрермендеріміз. Міне өздеріңіз күткендей бүгін алғашқы подкаст жобамызды бастап жатырмыз. Сол жобамыздың құрметті қонақтары, ауылымыздың түлектері, қазіргі таңда әлемдік деңгейде корпорацияларда жұмыс жасап жүрген Бақытжан ағамыз және Мақсұт бауырымыз бүгін бізде қонақта. Мәке, Бақытжан аға қысқаша өздеріңізді таныстыра кетсеңіздер, көрермендер біле жүрсін. Біз енді естіп біліп жүріп қой, бірақ өздеріңіздің ауыздарыңыздың естіген бәрібір басқаша, сондықтан қысқадан нұсқа демей қойып, енді барынша түсінікті қылып түсіндіріп жіберсеңіздер. Мақсұт бастайды. Менің есімім Мақсұт. Осы ауылдағы Шоқан Уәлиханов атындағы мектепте 11 жыл оқып, сол жерді тамамдап, содан Алматыдағы Сүлейман Демирел университетіне түстім. Сол жақта 4 жыл оқып, Алматыда, Астанада IT компанияларда жұмыс жасап, ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша түскен болатын. 2 жылдай сол Алматыда, Астанада жұмыс жасап, содан кейін 1-2 рет шетелдік компанияларға ұсыныс тастап, олардан өте алмай жаңағыдай сөйтіп, Испаниядан оффер келді жаңағы, ұсыныс келді. Солардың 4 этаптан тұратын жаңағы интервью дейді, собеседованиясы болды. Сол собеседованиялардан өтіп, сол Испанияда қазір осы 2 аптадай болды, сол жақтан келіп отырмын. 4 жылдай жұмыс жасадым ол жақта да. Банктардың системалары, жаңағы мобильді қосымшасы бар. Сол жақта жұмыс жасап, қазір енді ауылға келіп, сол қашықтықтан жұмыс жасау мүмкіндігі болып тұр. Соны ары қарай жалғастырамын. Енді бұйырса осы ауылдан отырып жұмыс жасау. Қысқаша айтқанда осылай. Осы ауылда бітірдік, ауылда оқыдық, ауылда өстік. Кейін 2011 жылы бітірдім мен мектепті, Шоқан Уәлиханов атындағы мектепті. Одан кейін 4 жыл 2015 жылы жаңағы Сүлейман Демирел университетін СДУ-да бітіріп, ары қарай жұмыс бастадым сол IT саласында. Басты бағытын жаңағы мобильді қосымшалардың перформанс дейді, жаңағы производительностін жоғарылату және де соны запускке жіберу. Сол бағытта жұмыс жасадым. Испанияда да дәл сондай жаңағы перформансын улучшение жасаумен айналыстым. Қазір енді осы сол жұмысын жалғастырып, дистанционда жұмыс жасап жатырмын. Қашықтықтан қазір енді сол. Перформанс деген ол мен түсінуімше жаңағы өнімділік көп тұр ғой, өнімділігін арттыру ғой. Телефонда жаңағы жылдамырақ жұмыс жасау үшін жаңағы приложениелер болады, орнатылған WhatsApp секілді. Сол біздікі банктың приложениесі болды. Соның жылдам жұмыс жасауына, қолданушының уақытын алмауы, соның барлығын біздің анализировать етіп, соған байланысты жаңағы оптимизация жасап. Бұлайша айтқан кезде уақыттың тапшы заманында жаңағы ана приложениені тезірек ашып, тезірек бәрін істеп жүру деген нәрсені дамыту ғой. Сол бағытта жұмыс жасадық. Және де жаңағы қосымша функцияларды қосу, фишкаларды қосу, сол енді қазір осы ауылдан отырып, қазір пандемиядан кейін қазір көптеген мүмкіндік ашылуға IT саласында дистанционда жұмыс жасауға мүмкіндік болып тұр. Сол дистанционда жұмыс жасап енді. Осы ауылда біраз қоғамға кішкене өз үлесімді тигізіп, осында жұмыс жасап дегендегідей. Сондай мақсатпен келіп отырмын қазір. Мақсұт дедіңіз, енді тегіңізді айта кетсеңіз. Төлен Мақсұт, менің есімім. Төлен Мақсұт Мұратбекұлы. Осы гимназия мектебі. Сіздің артыңыздан ерген буынбыз біз, бір мектепте. Біздің кумирлер десеңізші. Әке, таныстыра кетсеңіз өзіңіз. Әрине, есімім Бақытжан Төреханов Момынбайұлы. Мен де сол мектепті бітірдім, Шоқан Уәлиханов. 94 жылы түсіп, 2002 жылы бітірдім. Биыл 20 жыл дейсіз. Биыл 20 жылдық болып жатыр. 4 класстан бастап 11 классқа дейін сол жерде бітірдім. Енді сол бітірген жылы Алматы қаласында жаңа университет ашылды. Қазақстан Британ техникалық университеті. Соның IT факультетінде ақпараттық жүйелер деген сол мамандыққа түстім. 5 жыл оқыдым сол жерде, 2007 жылы бітірдім. Мамандығым программист,
былайша айтқанда бағдарламашы деп қазақша айтсаңыз болады. Software engineer деп әлемде сол айтады. Software engineer деп айтады. Сол мамандықпен мен 2007-де бітірсем, 2011-ге дейін 4 жыл осы Қазақстанда банк саласында жұмыс істедім. Бірінші проект ол Альянс банктың қарыз алған азаматтардың бағытында істелінген жұмыс болатын, бюро по работе с должниками деген. Одан кейін Казкоммерцбанкқа ауыстым. Сол кезде осы елімізде енді технологиялар еңіп, Хоумбанк пайда болып, жаңағы инновационный технология деген екі департамент болатын. Казкоммерцбанкта екеуі бірге сол жерде жұмыс істедім. Күшті тәжірибе алдым. Сосын 2011 жылы осы ақш-қа кетем деп шешілді. Жаңағы сұрастырып таныстардан, кбту жолдастардан қайда барып жатсыңдар, не істеп жатсыңдар деп сонда шешім қабылдадым. Сөйтіп 2011 жылы ақш-қа оқуға түстім магистратураға. Калифорния штаты, Фримон қаласы, университеттің аты Northwestern Polytechnic University деп аталады. Ол кішігірім жеке университет. Андай болашақ ондай емес. Жеке неңізбен бардыңыз ғой жаңа? Жеке қаржымен? Жеке қаржымен. Неге бір пайдасы болды? Ол университеттің өйткені КБТУ-мен бір келісім болды оларда. Бір кішкене арзанда болды да КБТУ-дың студенттері үшін, баға жағынан қарасам. Содан бері мен Калифорнияда тұрып келе жатырмын жігіттер. Қазір қанша жыл болды? 11 жылдай болды. 11 жылдай болды. Сол магистратураны бітіргеннен кейін 3 түрлі компанияда істедім. Біріншісі ол Сан-Франциско қаласында, Брайтериан деген. Қысқаша айтсам, ол Брайтерианда мысалға онлайн бір транзакциялар болады, осы зат сатып аласыз, или болмаса бір сервиске ақылы төлейсіз. Сол транзакциялардың саны өте көп та Америка маркетінде. Бірақ соның ішінде арасында өтіріктер болады, мошенниктер қолданып кетеді. Соны тексеретін технологиямен айналысқан компания. Скоринг дейді. Әр транзакцияға ол баға береді. Анализ жасап отырады. Анализ жасап, өзінің сондай engine бар, баға беріп отырады әр транзакцияға. Егер де ол баға 0,7 болса, егер бірге жақындаса, ол деген сөз, ол өтірік транзакция. Біреу бір нәрсені ұрлап жатыр, немесе біреу қолданып жатыр деген сөз. Соны біз стауда сол транзакцияларды, ана компанияны. Сол мемлекеттің компаниясы болып тұр ма сонда ол қалай болып тұр? Ол жоқ, ол жеке компания, мидтек компания дейді. Қатты үлкен компания емес, қатты кішкентай емес, орташа компания. Бірақ кейін оны MasterCard деген компания сатып алды да, үлкейіп кетті. Бірақ біз істеген уақытта біздің клиенттеріміз сол MasterCard-тың өзі біреу болды. MasterCard білесіңдер, кредит картасындай, Visa, солар біздің партнерлар, клиенттер осы технологияны қолданатын. Және үкіметтің өзі, ақш-тың үкіметті қолданып жатты осы технологияны. Сол жерде 2 жыл істедім. Сосын екінші компаниям Upwork деп аталады. Ол жерде сол back-end engineer, жаңағы software engineer, оны да түр бөлінеді, ол жаңа front-end, back-end, full stack. Мен көбінесе back-end. Back-end деп сервер жағындағы жұмыс істейтін адамдарды айтады. Сол жерде 4 жыл жұмыс істедім. Жалпы бағыты ақш-та мысалы Headhunter сияқты нелер көп. Компаниялар, там ZipRecruiter, Monster, Indeed, LinkedIn деген сияқты да. Мына жақта Headhunter. Солардың бірі, жаңа Upwork деген, бірақ ондай қатты үлкен емес ол. Содан сол жерде 4 жыл жұмыс істедім да, 3-ші компания осы қазір Google-да істеп жатырмын. Google Payment деген организацияның ішінде, көп қой енді Google-ның ішінде. Бұл жерде қазір бұл Google Payment менің екінші проектім Google ішінде, біріншісі Google Station деп аталатын. Енді мына Google Payment-те қазір 2 жылдай болды істеп жатқаныма. Жалпы 3,5 жыл болып қалды Google-да. Қысқаша осылай. Қазақта сөз бар ғой, аға ауырын арқалайды, іні оны байқамайды дейді ғой. Керісінше кейде бір ағаның үлкен бір өнегелігі болады. Сонда жаңа ол аға өзі байқамайды екен да, артынан қанша іні оны өнеге қылып жүргенше. Сол сияқты сіздің де артыңыздан келеткен жаңағы Алмас бауырымыз бар. Осы жерде жаңа Данияр деген жаңадан студент, тоже IT саласына. Мен ол кісілер ойлаймыз ғой, біз жаңағы қазір жастардың бәрі футболистерді болмаса бір әншілерді ойлайды деп жоқ.
бар екен. Мен ол кісіні баяғыдан білетін едім. Көруім керек еді деп Шымкенттен жұмыс істеп жүрген жердің азында келді. Келіп, жаңағы сұхбатыңызда ол біраз пайда болып кетті, маған жақсы болды деп кетіп бара жатыр да. Сол сияқты жаңағы сіздің артыңыздан келе жатқан жігіттер ғой. Көп өздеріңіз сияқты кісілермен сұхбаттасқан кезде бір кемшілік тұсы дейді, жаңағы біздің қоғамдағы, жалпы біздің елдегі біздің біліміміз керек болмай жатыр бұл жақта деп ше. Керек болмай жатыр деген бір өкініш айтып қалатын еді. Сонда айтайын деген нәрсе, мен ауылдың баласы, ауылдың жағдайы, елдің жағдайы бүгінде кешегі қазір өздеріңіз көріп жатқан Испания болсын, ақш болсын, сол бір деңгейге жеткізуге әуелгі бір баспалдақ үшін не істеу керек деген бір сұрақ туындайды. Бізде сол жаңағы әлем қызығып жатқан ақштай, Европа елдеріндей деңгейге жету үшін бір болады ғой. Енді ол кісілерде, ол жақтың халқы да бірден ондай болған жоқ. Жаңағы бір этап-этаптардан өтті, бір белгілі бір деңгейде жұмыс жасалды. Сондай жұмыстарды жасауға, неден бастауға болады деген бір кеңестен айтсаңыздар. Біз өйстсек қалай болады деген сияқты. Айтып беріңіз Бақытжан аға. Менің ойыма келіп тұрғаны қазір ол жауапкершілікті. Неғұрлым бала, оқушы жас кезінен жауапкершілікті өзіне алып, соны түсініп, құрметтеп, қадірін білсе десеңіз. Өссе, ол түсінеді өзінің не істей алатынын, мынандай қате болып қалса, оның жауабы мынандай деген сияқты. Тез өседі да. Жаңағы білім болсын, тәрбие болсын, ортада болсын, сол жауапкершілік. Ол деген сөз жаңағы кішкене тәуелсіздеу болады. Ой тәуелсіздеу болады. Ой тәуелсіздеу болады ортадан. Оның өзінің жеке ойы бар. Әр нәрсені шұқылап, ол амалды көп жасалдан сол кезде деп ойлаймын. Яғни жауапкершілік деген нәрсе жаңа баста не болып тұр ғой, бір істің алдында бір жауапкершілік болса, сол жауапкершілік арқылы ой тәуелсіз болу арқылы бір жетістікке жетуге болады деген мүмкіндік айтасыз. Әрекелі. Мәкең не дейді екен? Жаңа Бақытжан ағамыз дұрыс айтады, жауапкершілік шетелдік компаниялардың көбісінде жаңа жауапкершілікке, жалақы да жауапкершілікке байланысты беріледі. Жаңа жауапкершілік көбірек алсаң риск дейді ғой. Көбірек алсаң соған байланысты жалақың да жаңағы соған соответствовать етіп отырады. Тағы да қосып жаңағы мен практика деп айтар едім. Практика бізде мысалы өзімізде көріп жатыр, Қазақстан университеттерінің көбінде мысалға тек теориялық білім береді, практикалық білімге көп назар бөлмейді. Сол практикалық білімге мектепте де мысалға бәрін теориялық жүзінде білеміз, бірақ практика жүзінде қалай амалға асыруын білмейміз мысалы. Сол практикаға көбірек көңіл бөлу керек сияқты деп ойлаймын. Мысалы, бір нәрсе үйреніп, соны практика жүзінде жұмыс жасап көру керек. Тек сол мида теория жүзінде қалып қалмау керек та. Практикаға келген кезде ол көптеген қиындықтар пайда болады жаңағы. Теориядағы білгеннен бөлек, тағы да көптеген қиындықтар пайда болады. Ол қиындықтарды сол жолай шешеді да, жол жөнекей жаңағы. Қиындықпен кездеспей оны шеше алмайсың дейсіз ғой. Қиындық кездеседі, оған шешім іздегеннен кейін сол алға қойған мақсатыңызға жетуге мүмкіндік пайда болады да практика жүзінде. Ал теория жүзінде сіз білесіз, бірақ оны практикада қолданып көрмегенсіз. Мысалы біздің IT саласында үлкен системаларда жаңа жұмыс жасап жатқан кезде теория жүзінде білесің, бірақ практикаға келгенде небір сұрақтар пайда болады да, жаңа уже жасап жатқан кезде. Сол біздің мектепте де жаңа практиканы көбейту керек деп ойлаймын. Жаңа өзіміздің өсіп келе жатқан буынға, жастарға, университетте оқып жатқан мысалға, қазір біздің осы Қазақстанның өзінде IT саласында оқып жатқан студенттердің өзі 3-ші курс, 4-ші курс өтіп жатқан кезде қайда барып жұмысқа кірерін білмейді. Теориялық жүзінде бар ілім, бірақ практикалық жүзінде ілім жоқ. Сол практика жүзін мен ойымша мен сол алға ұстап айтарым сол деп. Кеше бір әлеуметтік желіден бір мақала оқып қалдым жаңа. Осы ағылшын елінде өздеріңіз сияқты жаңа жұмыс істеп, сол жақта баласы жаңа сол жақта оқып жатқан кісілердің несі ғой, пікір жазып жатыр да жаңа. Сонда біздің мынау білім жүйесі туралы айтып жатыр ғой. Біз енді білім жүйесіндегі бір кемшілікті сынайтындай бір ондай деңгейде емеспіз, бірақ мына сырттағы кісілердің сырт көз сыншы дейді ғой. Сыртта жүрген сіздер сияқты азаматтардың көзқарасы өте маңызды деп ойлаймын да. Сонда мына кісінің жазған нәрсесіне мына нәрсені бір ойға алдым да. Бізде постсоветский союз дейміз ғой, жаңағы кеңес одағынан қалған білім жүйесі ғой көбіне көп. Сонда жаңағы бұл жүйенің бір қателігі бар дейді да. Енді ол жүйенің ішінде
талай ғалымдар шықты деп менімен қазір дауласатын кісілер болуы мүмкін, бірақ мен ол тұрғыда айтып тұрған жоқпын. Бірақ бір қателігі бар дейді. Бізде жеке бір адамға жұмыс жасау бар дейді. Мысалға, бір класста 25 бала оқиды десек, сол 25 баланың ішінде бір активист жақсы оқитын 1-2 бала болатын болса, сол 1-2 бала үшін жұмыс жасалады дейді. Сол баланы олимпиадаға апарады, сол баланы жаңағыдай нелерге апарады, сөйтіп ол 300 бала оқитын мектептің ішінен бір 2-ақ баланың атымен ана мектептің аты шығады дейді. Ал енді ағылшындарда қалай дейді, жаңағы соны салыстырып жатыр да. Ағылшындарда былай дейді, жаңағы мектепте дейді, баланы индивид қылып өсіру үшін ол дейді, жаңағы бір баланы ғана алып шықпайды дейді. Бұл 30 бала ма, 25 бала ма, 25 баланың барлығы дерлік бірдей дамытуға жұмыс жасайды дейді. Соның ішінде ең қатты мән беретіні дейді, жаңағы практика деп Мәкең айтып қалды ғой, практика жүзінде өткізеді дейді. Қолмен ұстатып көріп, кәдімгі бала қолына көріп, ұстап, бәрін өскеннен кейін ол баланың түсінігі мүлдем басқа болады дейді. Сонда қазір бізде білім саласына эссе деген нәрсе кірді ғой. Бізде енді сіздер университетте жазған шығарсыздар, біз мектепте жазбай кеттік қой сол күйі. Мақсат жазған болуы мүмкін. Бірақ қазір эссе жаздыру деген нәрсені негіз қатты бір қолға алып жатыр. Сонда бұны неге деп сұрадым да. Сөйтсем бұл да жаңа ағылшындардың практикасындағы нәрсе екен. Бұл неге жаздырып жатыр деген кезде бізде әлі жастардың өзінің ойын еркін айта алмауы бар ғой. Жаңа сіз айтып отқан тәуелділік дейміз ғой. Біреу не дейді, анау күлетін шығар. Қазір мысалы сіз бір нәрсе жаздыңыз, ана класстасым күліп қалар, анау бүйтіп қалар деп ойлап қалып, тәуелді түрде жазамыз ғой. Әйтеуір ешкім күлмейтін деп. Бірақ мына эссені ағылшындардың жаңа кішкентай кезінен жаза білгеннен бастап жаздырады екен ғой. Неге? Өйткені бала ойын еркін айта алу үшін. Мектепті бітіріп кеткенше жаздырады. Сол қазір сол методиканы кіргізіп жатырмыз деп жатыр. Енді жемісін алдағы уақытта көре жатырмыз. Бірақ десе де жаңағы өздеріңіз айтқандай бір жауапкершілік мектептегі. Одан кейін екінші мәселе жаңа Мақсұт бауырымыз айтқан база. Мектепте бір белгілі бір база қалыптасса, және сол базаға жаңа бізде бөледі ғой, жаңа двоечник, отличник деп, сол жаңа орташа оқиды деп, сондай бір немен бөлмей, барлығын бірде бір қамтитын бір жүйе ойлап табылса деймін да. Сондай бір жаңа көбейетін сияқтымыз да. Ғылым мен білімге қызығатын азаматтар. Бәріміз Арыстың жағасында өстік қой. Сол майын топырағын аунап, көпірден секіріп арасында. Сонда сол бала бақытжан жүрген кезде әттең осы нәрсені істегенде бүгін сәл де болса бір көмек термет деген бір өкініш болмаса бір қуаныш бар ма? Сондай бір элементтер қалып кетеді ғой есте. Мен өзімнің енді өмірлік тәжірибемде біз жасымыз өсе келе өз алдымызда шын бола бастайды екенбіз. Соны түсіндім. Жасың өсе келе сен өз алдында шын бола бастайсың. То есть қалағаныңды істейсің да. Оның алдында мысалы осыдан 5 жыл бұрын сен қаламасаң да бір нәрсені істеп жүретін тұғысың, қоғам біреу сұраса. Сол көзқарастан қарасаң, мысалы айтайын дегенім, сол 5 жыл бұрын, мысалы 5 жыл бұрын менде мүмкін өкініштер болды ма, сен сұрағыңа жауап болу үшін да. Ана жерде мен үйттім ғой, қысылдым ғой. Қарап тұрсаң, қазір өкінбеймін де ешқайсысына. Барлық болған оқиға, білімге байланысты, тәрбиеге байланысты, қоғамда болған оқиға, оның бәрі себеппен болды. Ол үлкен тәжірибе болды. Егер ол тәжірибе ол кезде болмағанда, бүгін болмайтын еді. Бұндай тәжірибе қазір болмайтын беді менде мысалы. Керісінше болып қаларым еді. Солай тағдырмен келді да ол. Сондықтан ол жерде қиыншылық болып қалса да, оның себебі алған тәжірибем күшті да ол жерде. Сол. Енді бірақ енді бір кейсті сұрап атсаңыз, есім білмеймін, есімді түсіп көрейін қандай кейстер. Жоқ, жалпы, осы төңіректе ғой, мен жаңағы сұрап атқан нәрсем, мынау айтайын деген, сіздің айтайын дегеніңіз мынау, әрбір болған нәрсе менің өмірлік тәжірибеме пайдасы тиді деп тұрсыз ғой. Яғни соны түсіне білу керек көп тұр ғой бұл жерде. Мына нәрсе маған мынау болмайды, бұдан кейін мен былай істеуім керек деген сияқты. Мысалы біз енді ауылда өстік, жаңа Арыста шомылуға бардық, біздің көшеде су болған жоқ мысалға да. Суды көшеден тасисың, өсе келесің, сосын бір ортаға барып танысасың. Сол заттарды әңгіме болғанда айтуға айтпайсың да көбінесе. Ұяласың, қысылып қаласың деген сияқты ше. Ең жасың өсе келе, оны қуанасың да. Ол қиыншылықты, ол кездерді сен көрдің, сенің бойынан өтті ол.
сен түсінесің. Мен мысалы қазір мына отпускым келе жатыр, мен ауылым сағынып келемін, жаңағы қазір үйіме барам, ағайындар көрем. Сол қуаныш сол да мысалға. Егер осы вариантта, енді басқа вариант қараңыз, бәрі жетіліп тұрып өскен кезде қалай болар едің да? Бәрі жетіліп тұрған кезде. Оны түсінбейтін едің да сен. Ол кездендер түсінбейтін едің. Қолда бар алтын қадір жоқ деген қазақта сол сияқты деп тұрсың. Сондықтан мысалға анау үшін өкіну деген андай жас өсе келе түсіндік. 30-дан аса кейбіреулерінде мысалға мүмкін тағы болашақта тағы қазіргі түсінбей жатқанда тағы түсінеміз. Сондай. Әр қиындықтың өзінің результаты, өзінің тәжірибесі бар дейсіз ғой. Өзінің тәжірибесі бар. Мақсатжан не дейді ол тұста? Мен жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, 10 жыл алдыңғы Мақсұтқа не деп айтар едіңіз деген сияқты. Мынау Стив Джобс Гарвард университетінде ма, әлде Стэнфордта ма выступление жасайды ғой. Студент бітіріп жатқан студенттерге жаңағы сөз оқиды. Сол жерде айтады, жаңағы сол бірінші несінде қағидасында айтады, connecting dots дейді, жаңағы екі точканы байланыстыру дейді да. Екі точканы байланыстыру. Оны мен былай түсіндіріп, мен өзіме соны қазіргі күндің өзінде де өзіме қағида етіп ұстанып алғам. Ана орыстарда сөз бар ғой, удача любит подготовленных деген. Дайын болып тұрсаң, жаңағы кез келген нәрсеге уже удача кеп тұрады да. Өзім солай түсінемін. Мысалға мен өзім мектеп оқып жүрген кезімде мен өзіме көбірек ағылшын тілін мысалға тереңірек оқы, мен мысалы университетке барғанда оқыдым, біраз қиындықтар болды деген сияқты. Мектеп оқушыларына сол ағылшын тілін оқып, математика, физика пәндерін тереңірек оқып, мысалы ол болашақта математика, физика пәндері керек болмауы мүмкін, бірақ сол адамның миының өрісінің дамуына өте көп ықпалын тигізеді. Сол қазіргі оқып жатқан мектеп оқушылары болсын, студенттер болсын, сол заттарды қолға алып, ағылшын тілі болсын, басқа өздерінің сферасында маманы болсын, сол бойынша жұмыс жасаса деп айтар едім. Себебі сол Стив Джобс жаңа өзінің выступлениесінде айтады, екі точканы байланыстыру деп. Сол университетке түскен жылы ол ата-анасы ақшасын төлейді университеттің, бірақ ол одан бір пайда көрмейді да, жаңағы университетте жүрген. Сөйтіп университеттен шығып кетеді. Сөйтіп университетте жүрген кезде бір каллиграфический курсқа жазылады. Ол жерде жаңағы шрифттарды жазуды үйренеді, қолмен жазып практика жүзінде. Ол кезде оны түсінбейді, оны не үшін істеп жатқанын, бірақ оған қызық болады жаңағы. Үйренеді, жаңағы Times New Roman барлық арасындағы қанша орын қалу керек, әр әріптің арасында қандай орындар қалу, соның барлығын қызығып жасайды, кәдімгі ынтасымен жасайды. Уақыт өте келе бір 10 жылдан кейін ба олар жаңағы Apple-дың екінші версиясын шығарған кезде компьютерлердің сол шрифттардың барлығы өзінің ойынан компьютерге салады да. Компьютерге қарап тұрсаңыз 10 жыл алдыңғы алған ілім қазіргі іліммен байланысты тұр да, демек екі точка байланысты тұр. Сол сияқты мектепте алған біліміңіз ағылшын тілінен болсын, физика, математика пәнінен болсын, алдағы уақытта сіз сенуіңіз керек та, сол керек болатынына. Өмірлікте. Себебі ол сіз дайын болып тұрсаңыз, мысалы сізге бір университет бітірдіңіз, шетелден бір жақсы бір ұсыныс кетті. Осындай шетелге жұмысқа барыңыз, бірақ сіздің шолақ ағылшын тіліңіз бар. Сіз дайын емессіз да, ал мектепте сіз соны дайындап қойсаңыз, мысалы ұсыныс келді, сіздің ағылшын тіліңіз керемет, өз мамандығыңызда спецсіз, жаңағы профисіз, сіз бірден шетелге барып жұмыс жасап, сол жақта тәжірибе алмасуға мүмкіндігіңіз болады. Мен соны айтар едім, жаңағы екі точканы байланыстыру, сол Стив Джобстың қағидасы ғой, екі точканы байланыстыруға сену керек жүрекпен жаңағы, и сол мақсатта амалдар жасау керек деп. Сол өте жақсы қағида деп ойлаймын өзім. Ауылдың көңіл-күйі қалай өзі? Бәке, бүгін келдіңіз ауылға. Керемет шүкір. Көп өзгеріс болған жалпы. Ауыл қалада, келе жатқанда жолда әдемі уақытқа түстім деп ойлап жатырмын өзім. Көгеріп тұр, таулар, алаңдар. Жақсы. Соңғы рет қай жыл келдіңіз? 2019-да келдім мен. 3 жыл болып қалыпты. 3 жыл болып қалды. 3 жылда. Әжептәуір. Мақсұт бауырым былтыр алдыңғы жыл келді? Былтыр келдім. Былтыр. Осы январда тағы келіп кеттім. Ал былай былтыр келген тұғын. Игілік қоғамдық қоры деген өте керемет не, жаңа бағыттары өзіме қатты ұнады. Осы алдыңғы аптада осы келіп, жаңа ағаларымыз көрсетті, бағыттарын көрсетті, нелерін көрсетті. Мысалы біздің уақытта бұндай болмады. Мысалы жастар, оқушылар келеді екен осында. Ментор сияқты көрсетіп, бағыт-бағдарды көрсетіп, оларға бұның бәрі керемет жұмыс істеп ойлаймын өзім. Сол бір қоғамдық пайдамыз тиесін деп кішігірім соған атсалысып жұмыс жасау керек деп ойлаймын өзім.
кеше әлеуметтік желіңізде қарап отырық, енді сізден сұрамай қарадық. Сонда бір нені бір аты есімнен шығып тұр, бір бауырымыздың сізге арнап жаңа бір пост жазған екен, жаңа ақш-та өмір туралы. Сізді тілге тиек еткен екен арасында. Енді біз шетелге шықпаған азамат ретінде айтып жатырмыз ғой, мына шетелге шыққан кісілер біледі. Ол жаққа барып жаңағы орналасу үшін, міндет жаңа квартира алу үшін, жаңа пәтер дейміз ғой, жалдамалы пәтер алу үшін айлық табыс көрсеткіші керек екен. Жаңағы біздегідей сөзге сене бермейді, қағазбен алып келу керек дейді. Сонда жаңа қағазын алып бардым дейді. Қағазынан кейін енді сенің осы жақта тұрғылықты бір адам саған кепіл болу керек деп айтты дейді. Америкада туғаным жоқ, тумам жоқ, жаңағы туысым жоқ, көршім жоқ, ешкім жоқ, әйтеуір не істеймін деп отқан кезде бір қазақтың баласы жолықты дейді. Сол қазақтың баласы ортамызда отыр жаңа. Бәкең сол кісіге жаңағы гарант болып, ол кісілердің жаңағы ұялуына себеп болған екен. ақш-та өзі ереже бар да, мысалға біреу пәтерді арендаға алатын болсаң, ол адамның жаңағы бэкграундын тексереді. Жаңағы ол қайдан келді, несе бір тұрақтылы, олардың көзі жету керек сен тұрақты адам екендігіне. Өйткені американдықтар әртүрлі болады. Сол сырттан келгендерде енді сол тұрақтылық көрінбеген соң тарихында жаңа сол жақта жүрген таныстарынан сұрап, сол таныс болып қалдым да мен сол сұраған кісінен. Көп көретін нәрсеміз жаңағы Жәнібек дейміз ғой. Жәнібек батыр, Жәнібек бауырымыз қазір бокста әйтеуір өзіндік қолтаңбасын салып келе жатқан жігіт қой. Қазақ деп кешегі несінде рингте тұрып сөйледі ғой. Мен ойладым, мен ол жігіт қабілеті бар жігіт қой. Жалпы бокс бұл тек қана күш емес қой. Бұл ақылдың да спорты да. Біз көп жағдайда ойлаймыз ғой, жаңағы тартылдатып рингке кіріп алып ұру бәрінің қолынан келеді деп. Бірақ ол жерде бір шақтан кейін екінші шақ, екі шақтан кейін. Өнер ғой, өнер. Оның бәрі бұл айтқан кезде қабілетпен қоса, ол да бір ақылдың дұрыс жұмыс жасауынан болатын дүние деп ойлаймын да. Өйткені момент шешім қабылдау керек. Момент соққы жасау керек, момент қорғану керек. Сонда Жәнібекке бір риза болғаным, жаңа ағылшын тілін үйреніп алатын жігіт қой, сөйлеп те жүрген шығар, жанында жүрсіздер ғой. Ана жерде тұрып, қанша әлем көріп отыр ғой, әлемнің алдында тұрып қазақша сөйлетті. Және анау қазақшаны аударып беруге, аударып жаңа сөйлеп тұрған кездегі сөз бір керемет әсер етті. Бауырымыз жаңа қазақтың сөзін сөйлеп, қазақтың әңгімесін бұл айтқан кезде қазақтың мәмілесін әлемге айтты. Алла қаласа енді үлкен бір жетістікке жетуінде нәсіп етсін деп дұғадамыз ол жігіт үшін. Сонда айтайын деген осы боксшылардың көбісі жалпы Мадияр болсын, Әшекеев, Жәнібек, одан қалса жаңа Головкин бар. Осы кісілердің тұрақты жанкүйері дейді, тұрақты жаңағы үйіне қонақ қылып ет асып, бәкең жаңа қаз-қартасын жегіп жатады дейді. Біз енді жүрміз, біраз қазақ бар Америкада. Туған жерді сағынамыз, жұмысымыз істеп жүрміз, семьямыз бар, жанұямыз бар. Енді қазақ жайлы бір ивент болып жатыр. Қалай бармайсың ана жерге, Головкин әлем чемпионы. Қуанып, дайындалып, сағынып барасың, жаңа туын ұстап алып. Ана штаттан баса қазақ келеді. Сол кезде бір еліңде болғандай сезім боласың да ана жерге. Қолдап жаңағы жерлестерімізді. Сол Головкиннен басталды ғой бәрі басынан. Енді Головкин жаңағы бізге қарап бір қолын көтергенде бізде қандай сезім болды да жерде отыр. Біз таныды ғой деп. Туды көріп тұрмыз. Одан кейін де осы жас спортшылар келе жатыр. Қазір Жәнібек өздерің білесіңдер 11 бой өткізіп, қазір WBO-ның жаңағы енді толық чемпиондық болмаса да қазір толық чемпиондықтың алдында тұр десеңіз. Алдында тұр. Енді қазір жақында күн санаулы күндерде шешіледі бұйырса. Егер Андреда шықса, ол нұр үстіне нұр. Жәнібек үшін шықпаса, ол да нұрда мысалы жаңағы толық тайтлды алады. Сол бокс деген енді біз қызық, сол барған сайын бір өзінің қазақилық сезіміңді басқалармен көрісіп, сондай қызық енді демалып қайтады. Өйткені енді мысалы соңғы бойында да Жәнібек вроде Вегасқа бардық, Лас-Вегас казино ана жерде. Кесең отырған жанкүйерлерінің айқайлаған 70-80% біз да ана жерде. Үй сияқты болып кетті да ана жерде. Астанаға барған сияқты болып кеттік. Былай қарап тұрсаң, қарсылас ол британдық ақ
ақ та, ол Америка енді ақтың елі ғой, ойлайсың олар үйінде деп. Жоқ, Жәнібектің жанкүйері асып кетті. Сол бокс қызық. Бүгінгі таңда жаңа үлкен ұлыңызды кішкентайынан қазір кәсіби футболшыға дайындап жатыр деп естіп жатырмыз. Аяқ алысы да жаман емес дейді. Алла қаласа, Алла тіл көзден сақтасын енді. Үлкен жаңағы биік белестерге шықсын. Сол жерден бәкең баласы ғой деп мақтанып отыратындай бір деңгейге жетуді нәсіп етсін. Ақштағы өміріңіз туралы қысқаша айта кетсеңіз. Жеке өмірім жайлы 3 балам бар, 12 жасар, 6 жасар, 4 жасар, үлкені футболист болам деп жүр, Құдай қаласа. Енді оны көреміз. Егер кейін мысалы ойы басқа нәрсе боламын десе, мен оны қолдаймын да, өз еркі да. Енді қосымша әрине өзім сияқты кодингпен айналысады ұлым. Қосымша ретінде. Басқа қызығушылығы футбол дейсіз. Бірге сабағы және спорт футбол бірге. Күніге тренировкасы, демалыс күндері жарысы болады, ана қалаға барамыз, көрші қалаға барамыз. Сол қызық, семьямды апарып, сол әр қалаға барған сайын өзінің футбол болатын паркын аралайсың, шыққанда жаңа бір жерге тоқтап тамағын жейсің. Демалыс күндері ғой, әрі сен семьямен бірге шығып жүресің деген. Және ол жаңағы бала мен әкенің арасындағы жеке жақындатады. Ол ойын көріп тұрасың, қолдап жүресің да қашан. Сол мәселе. Қазір көп неде жаңа жетіспейтін нәрсе ғой, негізі әке мен баланың арасында бір не бар ғой, жаңа әке тек қана бұйрық береді, үйтпейді деп. Біз соны орындаушымыз деген сияқты, бірақ жаңа бала мен әкені арасында байланыс күшейген сайын екен, баланың өсуі де тез болады екен, түсінуі де тез болады. Өзің түсінген деңгейге алып келу деген нәрсе осы жаңа бәкең сияқты бірге еріп жүру деп ойлаймын да, бірге бару, бірге сонымен бірге қолдану сол нәрсені. Жаңа ақштың енді бәрібір біз үшін жаңағы қалай дейді, бір кинодан ғана көрдік қой енді оның бәрін. Жалпы өмірі, салты, ұстанымы, мынау Германияда оқып келген класстасым бар, Даутов Хасен деген, естуіңіз бар шығар. Сол Хасеннің бір әңгімесі өте қатты ұнатты. Жаңа кімдердің айтатын сөзі бар, жаңа мұсылман ислам ғалымдарының. Біз дейді, мен дейді Европаға бардым, ол жақта мұсылман исламды көрген жоқпын, бірақ мұсылмандарды көрген жоқпын, бірақ исламды көрдім дейді. Адамдардың әділдігі, бір-біріне деген мәмілесі, бір-біріне деген мәдениеті. Мұсылман еліне келдім, ол жерде мұсылмандарды көрдім, бірақ исламды көрмедім дейді. Сонда жаңа Хасен айтып отқан әңгімесін айтып отырмын ғой. Есігінің алдына дейді, күнде азында жаңағы банканы қойып қоямыз дейді. Жаңағы банканы қойып, астына ақшаны қойып қоямыз дейді жаңағы. Сүтті кеп таңда қай кезде екен білмеймін, бірақ ерте кеп құйып кетеді дейді. Сонда жаңағы ақшаға кейде нақты несі болмайды, олар жаңағы сдача қайтару керек дейміз ғой. Сол сдачаны дейді банктың астына қойып кетеді ғой дейді вообще. Банктың астына сонда жаңағы таңғағаным дейді, мынау нәрсе дейді, қандай мәдениет бұл, қандай бұл, бұндай нәрсеге жетуге қандай бір не жаңағыдай себеп болған деген ой келді дейді. Сол сияқты жаңа ақшта да бір осындай бір оқиғалар өзіңізді бір таңғалдырып қалған кезеңдер болса. Келсем жаңа ислам жайлы байқадым деген сондай менде де болған ақшта. Енді барлық жерінде емес. Мен өз көзіме 3-4 жерде көрдім. Машинамен тоқтайсың көшенің бойында, кішігірім бір үйдің бизнесі. Көшенің бойында сатып атқан сияқты палаткасы бар, алма тұр, өрігі тұр, шиесі тұр, корзина тұр, корзинада ақша жатыр. Әр бағасы бар. Өзің аласында, сдачаңды алып кете бересің, адам жоқ ана жерде. Сондайдың талайын көрдім. Бірақ әр қалада емес ол, жолдарда болады. Сол кезде көресің да жаңа сенімділеген адамдардың. Одан бөлек мен өзімде футбол өте жақсы көрем, любитель ретінде да. Футболда ойнап жүргенде нағыз сол жаңа адамның мінезін көрсететін байқасаң. Біреу соғып кетеді, теуіп кетеді, сенің сабырлығының өзің сынақта сөздің шыны керек. Мысалы, қазақтардың арасында енді намысты бермей қырылып жатқан кезде кейде балалар төбелесіп кетеді, мысалға. Сабырымыз сынып қалады, мысалға. Мен сол кезде нағыз американецтер бар. Мықты ғой енді сабыр. Сабыр ма? Енді сол мұсылман сабыры, соны көресің да сол кезде. Қанша грубы, қатты теуіп, жаман сөздер айтылып жатса да, сенен кешірім сұрап тұрады да.
мен сәл былай жүргенде тимейтін едім, кешіре қой деп ше. Бірақ оның діні басқа мысалға ше. Негізі ол сабыр туралы уағыз айтылмаған оған десеңші. Бірақ сол кезде өзіңе мысал ретінде көресің. И жаңағы сенімділік жаңағыда айтып жатырмын. Бірақ дегенмен Америка елі үлкен, оның жақсы жағы да, жаман жағы, қауіпті жерлерде бар. Сол үшін жаңағы сен қай қаласына, қай штатына барғанда жаңағыдай алдын ала зерттеп дайындап бару керек. Мақсұтжан, Испанияда жаңағыдай бәкең айтқандай корзинаға ақша сақ кететін ондай мәселелер кездескен жоқ па? Мен өзіме олай кездеспепті, бірақ олар да өте сабырлы келеді, себебі бізде мысалы машинамен келе жатқан кезде светофорға тоқтап қалып, светофор жасыл жанса, алдындағы машинаға сигнал бере бастаймыз ғой, миллисекунд өтпей жатып. Ол жақтағылар ондай емес, мысалы бір пешеходтан жай асықпай өтіп бара жатса, машинаның ішінде отырып алып балағаттап отырамыз ғой, ол жақта ондай емес, жаңағыдай өзінің қалай айтсам екен, нервысын артық кетірмейді, бетеге құртпайды. Мысалы өтіп кетеді, жаңағы біреу жасыл жанып тұрса артында күтіп тұра береді жаңағы. Сабыр да, сабыр. Біреу пешеходтан өтіп барса, оны балағаттамайды, мысалға күтіп тұрады артында. Қашан өтіп кетті, одан кейін өзінің жөнімен жүре береді да. Сол өзіме қатты ұнады, себебі артық нерв, сен ол нервіңмен басқа адамның нервін құртасың, мысалы. Айқайлап жібересің, ананың нерві ол барып, үйім барып, неғылуы мүмкін, сөйтіп бір-бірімен байланысып кете береді да. Сол атмосфераны ұстап жүреді, сол қатты ұнайды өзіме. Одан бөлек енді ол жақта да мұсылмандар көп. Арабтар жаулап алған кезінде мұсылмандар көп. Андалусия бар кезіндегі, Севильяда орналасқан. Ол енді мұсылмандар да бар, барлығы бір-бірімен тату тәтті өмір сүреді. Шектемейді, мынау мұсылман, мынау не деп. Әркім өзінің жаңағы адамгершілік қасиетін басты соны бағалайды. Ал былай сен мұсылман екенсің, сен мынандай екенсің. Барселона мен Реал Мадрид ойнағанда ше деп. Ол кезде қалай болады? Ол халық басқа халық. Ол кезде басқа халық болып кетеді. Мен өзім қатты Барселонаның фанатымын. Мен коллегаларым алғашында айтқан кезде мен өзім 2008-ден бастап тоқтатпай көремін матчтарын. Түнде болса түнде 80-70% матчтарын каждый сезон. Сөйтіп мен олармен жұмыс жасатқан кезде, Барселонаның фанаты болған кезде олар маған мен фанат сияқты көрген жоқ. Мен оларны каталан халқы сияқты көрді да. Себебі оларына Каталония деген өзі Испаниядан бөлініп шыққысы келеді ғой. Мен оларға айтамын, мен политикадан алыстамын. Маған оны неғылма деп. Сол сияқты. Ал былай Реал Мадрид пен Барселона ойнаған кезде енді сұмдық оларда шайқас кәдімгі. Ол атмосфераны барып көру керек көзбен. Атмосфераны, ол керемет. Стадиондағы атмосфералар, жаңағы халықтардың келіп ән айтуы, шум, ана жерде енді нағыз футболдың фанаттарына ол керемет енді. Бірандай демалыс та. Ал былай бүйтіп адамдармен көбінесе конфликтке түспейді. Жаңағы IQ деп атсы, IQ-дан бөлек қазір эмоциональный интеллект деген шықты ғой қазір. Ол да өте важный фактор да. Біздің мектептерде, университетте ол нәрсеге мүлдем көңіл бөлмейді. Негізінде мен ойымша сол университетке соны көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Себебі шетелдік компанияларға жұмысқа шыққан кезде, бізде, мысалы біздің қазақстандық компанияларға жұмыс жасаған кезде көбінесе айқайға басады да, жаңағы айқайға басады. Бастық неғұрлым сенің тапсырманы орындау керек, жүгіру керек. Түн болсын, күн болсын, ондай да. Ал ол жақта жаңағыдай эмоциональный интеллекттен ешкімді бүйтіп давление жасамайды. Өзіңе белгілі бір тапсырма беріле ма, соған есептелі уақыт беріледі, соны жасайсың. Сені бүйтіп анда-санда жаңағы сұрап тұратындар, жаңағы күнделікті стандарттары болады. Сол эмоциональный интеллект адамдармен араласуы, как коллега ретінде да, ол өте жоғары дамыған Европа халқында. Себебі сенің бірінші очередь адамдық қасиетіңді бағалайды да, басқа нәрсеге. Мысалы, жұмысқа алар кезде де сенің екі бірдей жаңағы спец жағынан екі бірдей адам болатын болса, біреуінің жаңағы адамдық қасиеті сәл жоғары болатын болса, ананың спец жағы төмен болатын болса, адамгершілігі жоғары адамды алады да жаңағы. Себебі оларға эмоциональный интеллект жоғарырақ адам керек. Сол менің ойымша Қазақстанда өсіп келатқан мектеп оқушыларына, университеттегі студенттерге сол эмоциональный интеллект жайында біраз сабақтар, практика жүзінде көрсету керек деп ойлаймын. Себебі мен алғашында өзім барған кезде де кішкене түсініспеушіліктер болды. Себебі барған кезде сұрауға ұяласың, қорқасың. Қысыласың да, ешкім ештеңе деп жатқан жоқ, қысыласың, жаңағы іштей қысыласың да. Ешкім давление деп жатқан жоқ, біреу ұрсып жатқан жоқ. Бізде қалай айтсам екен, менталитет кішкене басқа да ол жөнінде, жұмысқа келген кезде. Ал ол жақта ондай емес, как өзіңнің жаңағы жақын араласатын досың сияқты,
сұрап сөйлесіп, не ол мықты бастық болса да басқа болса да ол жағынан енді сол эмоциональный интеллект жағынан олар өте жоғары енді. Сабырлылық жағынан жаңағы енді мен көшеде бүйтіп төбелесіп біреудің арақ ішіп жүрген өйтіп неғылған өмір байқамағам. Бірақ енді жаңағы көшеде бомждар болады жүреді. Олар да жаңағыдай спайдер де сұрайды бүйтіп сұрап айтты. Мәкең өте орынды нәрсе айтып отырмын. Мәкең мысалы бізде көп тұрғыда шынында ғой жаңағы қарапайым мәшине светофордың өзін айтайықшы. Бір жасыл жанған жоқ әлі, сары жанып жатады, бір секунд қалғанда сигнал беріп бастайды ғой. Шынында ол тек қана өзінің жүйке жүйесін емес, мынау алдында тұрғанында, артында тұрғанында жүйке жүйесін бұза бастайды да. Дәл солай. Бірақ ол күйетін одан өзі. Былай айтқан кезде, түптеп келген кезде ерте қартаяды, ерте ауру болады жаңағы. Ана еуропалықтардың бір беттеріне әжім түспеуі, жаңағы бір сабырлы болуы, бұл да бір сол мәдениетті, жаңа эмоционалдық мәдениетті тәрбиелеуден келген нәрсе сияқты ма деймін да. Сол сияқты жаңа Мақсұт бауырымыз жақсы нәрсе айтып отыр. Негізі енгізу керек па деймін, жаңағы өзін қалай ұстау керек. Қоғамда қалай ұстау керек, өзінің ортасында қалай ұстау керек деген нәрсені бізде қазір кейде жастар өздерінің арасында бір сөздерді айтады, бір ұяласың да. Мына мен інім ба деген, інім өйстіп сөйлеп отыр ма деп ұялып қаласың да кейде ше. Өзің араңа келген кезде басқаша жаңағы айтып дұрыстау сөйлеуге тырысады. Сондай бір қалай жұмыс жасауға болады дейсіз бе? Бір нәрсе айтайын деп жатсыз, қайта сөз. Жаңағы ашулы халық екенімізді көріп сезіп қаламын да келген сайын. Осы Қазақстанға келген сайын сәл бір нәрсеге тез ашуланып кететін халықпыз біз. Енді ол түсінікті да, өйтіп істеп жатқан адамдардың, яғни өзінің жеке проблемасы болып жатыр да, ол өзінің бостан-бос болып жатқан жоқ қой, ішінде жанұясы бар ма, білмеймін, жалпы қоғамда сол. Енді уақытысымен тураланатын шығар, бірақ оны енді поколениямен келетін нәрсе ғой. Бірінші жүйе, бірінші билік, сосын жаңағы енді тек билікке қарамай өзімізді үйдің ішінен қимылдап, тәрбие беріп, жай жұмыс істей берсек, әріміз өзімізден бастап бәрі бірге тураланып кетер сосын. Менде мынандай сұрақ болып тұрды, енді Google-да істеп жатсыз, қазір балдардан естідім, жаңағы интервьюдан өту процестері, жаңағы 2-3 рет, 3-4 попыткадан кейін барып өтіп жатқан адамдар бар. Сіздің процессіңіз қалай болды? Сол жайында кішкене айтып берсеңіз, алғашқы 2 компанияңыздан бастап не қылсаңыз керемет болушы еді. Америкадағы процесс қалай, интервью процестері? Мен магистратураның ортасынан бастап жұмыс істей бастадым. Соңғы семестр басталған кезде де, бір 6 ай бұрын. Әрине мен Google-ға түскім бастағым келді, бардым, бірақ өте алмай қалдым. Бірінші попытканы өте алмай қалдым. Енді құр барған жоқпын, әрине дайындалдым ғой. Бірақ мен көбінесе өз-өзіме былай айттым дайындалғанда. Сол жерде бір нәрсе ойлап табам дедім да мен. Бір сұрақтардың, систем дизайн болсын, бір нәрсе оймен шығарам дедім. Бірақ жаңағы әдетте келетін сұрақтардың бір 20-сын қарадым, қалай шығарылатын жауаптарын деген сияқты солардан. Бірақ ол жеткіліксіз болды, өте алмай қалдым. Бірақ сол дайындықпен мен Брайт-Теринға баса өтіп кеттім сол дайындықпен, бірақ ол өте алмай қалдым. Сөйтіп уақыт өте келе Google-да мысалға өте алмай қалсам, 1 жылдан кейін қайтып попытка жасай аласың. 1 рет береді ғой сонда, 1 жылда. 1 жылда 1 рет береді. Енді мен дәл 1 жылдан кейін емес, 2 жылдан кейін или 1,5 жылдан кейін тағы екінші попыткамды көрдім. Анау сен уже олардың несінде боласың, тізімінде боласың, саған өзі жіберіп тұрады, есіңе түсіріп. Тағы көресің ба? Осы жолы қалай ойлайсың деген сияқты. Олар жұмыс сол. Келіп тұрады, жауап бермейсің, қайтып жібереді, сөйтіп есіңе салып тұрады. Не керек? 4-ші попыткадан өттім мен. Әр барған сайын алдыңына қарағанда жақсырақ дайындаламын. Кішкене жақындаймын. Жақындаймын, бірақ жете алмаймын да. Ең соңында мен көзім жетті. Көріп тұрмын жоспарды. Егер мыналар істесем, мынаны оқысам, мынаны жазып істесем, мен жетем да. Бірақ еңбек ету керек. Сол кезде 3-4 ай Facebook бәрін өшіресің, телефон бәрін өшіресің, жеке өзің соң фокус. Сол кезде жаңағы қасындағылар, жаңағы шүкір, мысалы әйелім қолдады мені да, ешкім масаламайды, өзің тірім айналсасын да. Сөйтіп 4-ші попыткадан түсіп кеттім.
егер де мысалға мен осы дайындықты мен жұмыс істеп жүріп дайындалдым ғой. Иә, соны сұрайын дегенім. Мен олимпиадаға қатысқан емеспін программированиеден да. Жұмыс істеп жүріп параллельно дайындалдым ғой. Мен таң намаздан шығамын да, Starbucksқа барам. Солай жүрдім. Жұмыс 9:30-да басталса, күніге 2 сағат. Starbucks'тан таң намаздан уақыт қанша болып тұрар еді? 5:30-да. 5:30-дан бастап дайындалдың өзіңіз? Иә, 6-тан 9-ға дейін сөйтіп дайындаладым. Starbucks'тағы таңға келетін достарым пайда болады сол кезде. Біреу стройкаға шығып келеді, стройкамен газет оқып отырады, таң тамады кезде танысып қаласың. Атмосфера басқа дейсіз ғой. Атмосфера, ешкім ешкім мазаламайды, кофені алып аласың. Солай дайындалдым. Себебі жұмыстан кейін қайттан фокусировканы басқа нәрсе оқуға уже адамда күш қуат қалмайды ғой. Дәл солай. Соны қалай үйлестірдіңіз? жұмысты қалай жасады екен деп. Иә, мен таңертең жасадым. Иә, дұрыс айтасың, кейбіреулер түнде жақсы оқиды. Мен өзім жаратылысым сондай екен. Таңертең ерте мен күштен фокусым жақсы болады екен. Сол кезде 2 сағат тоқтама 2 сағат десең жақсы болады. Егер бірақ бұл дайындықты егер мен универде жасағанымда, олимпиадаға дайындалғанда, мен бірінші попыткадан өтіп кетер едім. Өйткені басқа жолдастарым бар да, солай оңай өтіп кеткен. Бірақ олар универде қатысқанда олимпиадаға осы дайындалған процесті олар ертерек жасады. Ал бұны жасамай өте алмайсың да. Иә. Оны жасау керек. Неше этап болды интервьюдің? Басында HR-мен сөйлестім, сосын онлайн скрин интервью болды. Сосын он-сайтқа бардым, 5 адаммен сөйлестім. Team matching'ді ол просто телефонмен сөйлесе бердік. Енді team matching'ді саналады негізі, өйткені 3-4 менеджермен сөйлестім. 4 этап дейік атайық басынан аяғына дейін. 4 этаптан өтеді ғой. Ал анау мысалға осы 4 этаптың 3-ін өттіңіз, егер құлап қалсаңыз 4-ден келесі жыл тапсырған кезде 4-тен бастайсыз ба или қайттан 1-ден бастайсыз ба? Жоқ, он-сайттан әр кезде әрқалай. Әр кезде әрқалай. Егер он-сайттағы сенің результатын, нәтижең жақсы болып тұрса, он-сайтқа сразу шақырады. Және қанша уақыт аралығында. Егер бұрынғы болған болса, қайтадан басынан бастайсың. Мысалға сен жұмысқа сені қабылдаса, бірақ сен өзің бармайым жұмыс істеймін деп кетіп қалсаң, 1 жылдан кейін кезінде ол сені қабылдайды. Әрқашан емес, бірақ көбінесе қабылдайды. Ал 2 жылдан кейін келсең, анау құнын жоғалтады. Қайтадан өт дейді. Жаңа неден шығып жатыр ғой, енді бокс дегеннен шығып кетті ғой, ауылда жүргенде сезінесің, бір Қазақстанда жүргенде сезіндік деп. Кімнің кеше бір кітап оқып отырмын, Қазақия қалай отарланды деген. Соны жаңағы Петр Первый дейді ғой жаңа бізде. Сол Петр патша Астрахан жеріне келіп тұрып, қазақтың даласын көріп тұрды дейді. Парсылармен соғысқа кетіп бара жатқан уақыт. Сонда мына жерді қандай шығын болса да жолы болу керек деген әңгімені айтты дейді. Жаңа қызыққан, жерімізге қызық дейді да. Кейін жаңағы Петрдан кейін жаңағы әйел патша болды, Екатерина екінші, соның бір айтқан сөзі бар, қазақтар өздерінің кім екенін білмейді дейді. Егер білсе дейді, оларды ұстап тұру қиын деп айтты. Сонда осы айтайын деген нәрсе мынау бізде тарихта болсын, болмаса бір қалай бір әңгіме айтатын болсақ, біз отарланған еліміз деп айтамыз ғой. Көбінесе біз отарланған еліміз, біз жаңа Кеңес одағының отарында болғанбыз деген нәрсені көп айтамыз. Отарда болған уақытымыздан біздің азат болған уақытымыз көбірек та. Отарда біз 70 жыл Кеңес одағында болсақ, былай жинап келген кезде бір 120-100 жылдың төңірегінде болдық та. Бірақ оған дейінгі Алтын Орданың уақыты болсын, одан кейін бер жақ хандықтың уақыты болсын, қазақ азат болған да. Сонда айтайын деген нәрсе мына жаңа бұлар өздерін білмейді деп тұр ғой жаңа патшаның айтып отқан. Мына 1,5 миллиард Қытайдың ішінден шықпаған бокстан чемпиондар, олимпийский чемпиондар азын-аулақ Ақтөбелінде қазақтан шығады да. Бұрқ-бұрқ етіп жылда шығады да ол да. Жылда шығады. Сол жаңағы мынау Бәкең айтқан кезде бір ішімнен менде бір не қайнап кетті, жаңа қазақ екенмін, сонда бір қазақ екенмін, бізде бір батыр екенбіз деген сияқты нәрсе бір оянатын сияқты. Біз Жәнібекпен бірге өзің бокстасып отқандай бір бейне бір өзіңнің ішіндегі жаңағы бір батырлық потенциалың бір оянып отқандай бір сезім болады деп ше. Ойлаймын жаңа кей тұста бізде осы спортта да сондай бір кең бір насихатты бір дұрысынан
жасау керек деп ше. Мысалы әр қазақ, әр спортшы бұл потенциальный, қалай дейміз, жаңағы алдағы уақытта бір елін қорғайтын азамат бірінші кезекте, екінші кезекте елге жан ашитын азамат деген сияқты бір түсініктерді кіргізу керек па деп ойлаймын да. Жәнібекпен көбірек жүрсіз ғой, сол Жәнібек бауырымызға, жаңа Берік бауырымызға осындай бір ойлар болып отыр, қалай ойлайсыңдар деп сап қойсаңыз деген қолға қысқып айтып жатқан деймін ғой. Жаңа кімдердің осы шешендіктердің болмаса Кавказ халықтарының бір берген интервьюларына кейде бір таңғалып қаласың ғой. Ақылды нәрсе айтады ғой, ата-аналарыңа жақсылық жасаңдар деп. Бүйтіп спортшының айтатын сөзін айтпайды ғой, жаңа ата-аналарыңа, ананың аузынан сол кісіні кумир қылып отқан қаншама спортшылар ана нәрсені қадап алды ғой, ата-анаға жақсылық жасау керек деген нәрсе. Иә. Негізінде мысалы спорт болсын, нағыз шеберлер да, профессионалдар, оларда үлкен ішінде бір стержен бар да. Біреу мысалға білмеймін, мысалға Хабиб Нурмагомедов әкесі болып жүрді қасында, Ломаченконың әкесі тренер, или сенде бір сенім да, мысалы өзіңнің жаңағы боксер біздің жаңағы Мұхаммед Али да, мысалы олы мұсылман. Біздің жігіттерде сондай деп ойлаймын да, мысалы Жәнібектен тәрбиелі, олар біз тек боксты көріп өткенде соңғы бойда оңай жеңе саған сияқты көрінеді да. Қанша еңбек бар дейсің? Оның ең қиыны еңбегі да, ол бізге көрінбейді. Ол тамақтың диета қанша еңбек етіп жатыр. Сон еңбек жасаған кезде ол жаңағы сен тәрбие дейміз, көзқарас, қоғам, ол көреді да ішінен. Еңбек етеді. Мен солай ойлаймын да, ол жаңағы IQ, өзінің критикалық шешім қабылдауы, өзің айттың ғой, өнер ол. Тез. Мысалға үстіп айтқаннан сен именно сол уақытта тез шешім қабылдап, және оны орындау да, мысалы, ол кәдімгі өнер ғой. Өте қиын да. Өте қиын нәрсе. Кешені Стэнфорд туралы жаңасы келеді деген екен, Стэнфорд деген қайғала, бұл қандай өзі деп іздене бастадық қой жаңа. Сон жаңағы алғашқы халықтың қоныстануын, алғашқы халық қоныстанған кезде 70% еркек, 30% ғана әйел болған екен ғой. Ол жаңағы сол жерге жұмыс істеуге келген адамдардың әйелдері ғана дейді. Бүгінгі таңда да әлі күнге дейін сондай дейді. Әйел адам көшеде жүрген аз дейді. Стэнфордта жаңағы бізде Кремниевая долина дейді ғой. Сол Кремниевая долинада негізгі жаңағы халықты құрайтын ер азаматтар дейді. Сондай бір қызықты статистикаларды оқып қалдым да. Ол рас, сондықтан менің ойымша қыз балаларға жұмысқа тұру кішкене оңайлау ұл балаларға. Өйткені қыз баланы алған оларға не да? Диверсификация болады да, араластырғанға. Егер қыз бала программист боламын деп шешсе, сәл де осы оңайлау болады деп ойлаймын, менің ойым. Интервью процесстері 20 жыл деп қалдыңыз жаңа бәке. Өзіңіз білесіз, қордың осы жердегі өзіңіз сияқты ағаларымызбен отырып ақылдасып, келісіп шешілген мәселе еді. Осыдан 84 жылғы жігіттердің ұйғарымымен басталған еді, жаңа 20 жылдық бір баспана деген. Биыл қалай дейді, бір қазақта бар ғой, жаңағы ерлі бар, ерінге тет деген сөз бар ғой. Соны жаңағы бір керемет, бір үлкен бір іс-шара еткізіп, осы 85 жылғыларда биыл бір баспананы алып берді. Соның ішінде өзіңіз де барсыз. Әрине жаңағы қуанышты көзбен көрген басқа ғой, бірақ сонда жаңа класстастарыңыз болды, сол жерде сыныптастарыңыз. Мына нәрсе жүрекке әсер етеді деген ғой деп көзіне жас алып жүрген жігіттер болды. Мен атын атамай ақ қояйын, бірақ ол жігіттердің жаңағы аз жасын аз көргенбіз да. Өте қуанышты жаңалық болды бұл мен үшін және барлығымызға. Бірінші жаңағы ағаларымызға 84 жылға рахмет, сондай ұсынысты бастап бізге эстафета ретінде бергеніне. Үлкен мүмкіндік қой бұл, сауап алу негізінде. Ол үлесін қосып отқан әрине осы сендер игілік қой. Рахмет, сондай мүмкіндік бергендеріңе. Сол сіздерді бір 20 жылдықтарыңызбен құттықтап қойық деп арасында жаңа айтып жатқанымыз. Рахмет. Бәрекет. Біраз нәрсені қозғадық, біраз нәрселер айтылды. Сіздерге рахмет үлкен. Жаңағы қалай дейді, алыстан
ат артып келген кезде жаңағы ақсақалда орнынан тұрып сәлем береді деп жаңа бүгін өздеріңізге жаңа аталарыңыз апаларыңыздың бәрі үйге қонақ қылып шақырып отыр. Сол уақыттардың арасынан уақыт тауып келіп әйтеуір осы елге халыққа бір кішкене үлесіміз тисе деген бір ниет қой деймін, алып келіп жатқан шығар. Әйтпесе ол сіздерде адамдардың уақытын алудың өзі бізге де үлкен не жауапкершілік былай айтқан кезде. Соның ішінен уақыт тауып келгендеріңізге рахмет бәке. Мынау көшіре түзеледі деп жатырсыз ғой жаңа. Алла қаласа ойлаймын әлі де бұл ауданнан, бұл ауылдан, жалпы күллі қазақтың жерінен үлкен азаматтар шығады деп. Өйткені жаңа соңғы бір Сұлтан деген жігіт бар, бауырымыз, кластасым мен Арзықұлов. Қазір осы неде Саудияда жаңа корольдің біздің Назарбаев университеті сияқты университет бар екен ғой. Сол жерде сабақ беріп жатыр. Біздің нені Манчестерде магистр оқып келді, Назарбаевта докторантурасын қорғатты. Сол жаққа жаңа тәжірибемді байытамын деген мақсатпен сол жаққа кетті. Сол бауырымыз бір неде айтып қалды да жаңағы. Жалпы жаңағы әлемдік немен алған кезде, әлемдік деңгейде алған кезде қазақ балаларының интеллекті өзге елдермен салыстырған кезде көшілгері болып тұр деп ше. Жаңағы Кремниевая долина деп қалдық қой. Сол жердегі этностар, халықтардың несімен, коэффициентімен алған кезде қазақтардың болуы оның ішінде және шешуші рөл атқарып жатқандары бұл да бір қуантатын бір былай айтқан кезде жаңалық болды. Оның ішінде жаңағы постсоветский союз деді ғой жаңа әңгімеде. Беларусь халқының да жастарының жаңағы IT саласында үлкен бір еңбек етіп жатқан орыс халқында солармен иық тіресіп біздің қазақтың да жаңа жігіттері кешегі жаңа мынау әйтеуір тарихи кинолар түсірсек болмаса бір тарихтан сөйлеп қалсақ біз киіз үйде болмаса бір тауда атпен шауып баратқан бір сондай бір картиналар елестетеміз ғой бірден. Жоқ, ондай емес. Жаңа қазақтың баласы да теке тіресіп тұрып қандай да бір ұлтпенен, қандай да бір халықпенен өзінің білімін көрсете алуының өзі бір үлкен бір мақтаныш, қуаныш. Сіздерде жігіттердің сондай жерде бой көрсетуі бұл біз үшін бақыт. Әрине арттарыңыздан ерген жігіттердің топ-тобымен осындай бір жетістікке жеткенін бізде тілейміз. Және сол мақсатта осы сіздермен сұхбат жазуды ұйғардық. Келгендеріңізге рахмет. Шақырғандарға рахмет. ақш-қа сәлем, Испанияға сәлем деп мүмкіндікті пайдаланып айтып қалайық. Енді жаңағы айтар, мен осы нәрсені айтпасам жаңағы айтпай қалдым ғой деп іштей бір мазалап тұрған нәрсе болса айтсаңыздар болады. Бірінші сол білім әрине жақсы, сол білімді дұрыс қолдану да жақсы да. Мысалы білімді алып, бірақ сенімсіз адам болсаң, ол қауіпті да қоғамға. Сондықтан дұрыс жолында қолдану керек. Ал оның бәрі неден басталады? Жаңағы тәрбиеден, жаңағы бір жаратушыға сенуден деген да. Сол жақтан оған қоғамның ортасы бар, ата-ананың тәрбиесі бар. Бір-бірімізге дос ретінде әңгіме, мысал ретінде көрсету, содан көрініп бақыт береді да. Ол да өте маңызды рөл атқарады. Маңызды рөл атқарады. Осындай мүмкіндік беріп шақырғанымызға қуаныштымын. Егер мектеп уақытында түскенде одан да керемет болушы еді негізінде ше. Мысалы мектеп уақыт болып жатқан кезде мектепке барып оқып жатқан кездесулер ұйымдастырып түсті. Бірақ енді Алла тағаланың қолына осы сәт түсті. Ол күнгі де келер, Алла қаласа. Сабақ дейіне сәтімен дейді ғой, бір сәті түсіп Құдай қаласа. Жаңа рахмет әңгімелеріңізге, керемет сұхбат болды. Өз басым көп пайда алдым. Мен жаңағыны өзіміз бола алмадық қой. Бірақ осы боламын дейтіндерге жол ашсақ деген ниетте осы нәрсені ұйымдастырдық. Тағы бір нәрсе есіме түсіріп жібердім. Бола алмадық қой дегеннен шықты да. Қазір ақш-та тұрып жатырмыз ғой енді біз. 40 жаста, одан үлкені жасы бар, семьялы, бала-шағамен Қазақстаннан көшіп келіп, толық мамандығын ауыстырып, жұмысқа тұрып жатқандар бар. Сәттілік.
қазір неше түрлі бағдарламалар бар. Баяғыда 4 жыл оқып мамандық үйрену деген жоқ қазір. Буткампта неше түрлі түрлері бар. 5-6 айда интенсивно оқып аласың. Сөйтіп жұмысқа тұрып кетесің. Мен көзім алдымда солай таныстарым келіп жатыр, болып жатқан көріп жүрмін. Қолды тастауға болмайды, қол түсіруге болмайды. Тек қана біз жаңағы, шынымен бағытымыз жастарға болып жатыр ғой қазір. Негізінде ол жасқа шек жоқ негізі. Қай салада болса да ауысып істей беру керек. Еш нәрсе кеш емес дейсіз ғой қысқасы. Қай уақытта болса да өзгертіп жіберуге болады деп. Мысалға мен мамандықты дұрыс таңдамай қалдым, қап деп енді өмір бойы сөйтіп жүрмеу керек та. Мамандық қайтып ала салуға болады. Мамандық. Или жаңа басқа салада демекші. Бізде жаңа айтайын деген нәрсе мына бола алмадық қой дегеніміз. Енді сіздердей болу арманымыз, бірақ жаңа әйтеуір сол жолда болсатындардан болсақ деп осы нәрсені ұйымдастырып, соған жол ашсақ, әйтеуір ертең жастарда рахмет. Осы нәрсені бастаған едіңіздер соның себебімен деген бір жылы сөзді есту ғой.